Сау саламатсыздар ма, қымбатты достар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әлем ғажайыбы күтуде. Жаңа өмірге жаңа қадам. Мен бүгін жаңа өмірге жаңа қадам бастадым. Жаңа өмірге қадам бастағаным әртүрлі жақсылықты өзіме шақырамын деп. Өзіңіздің көптеген нәтижелерге жетуге, өзіңізге жақсы сөздерді айтып, жақсы ырымдап, жақсы өмірді қалаймын деп айта жүріңіз. Еш нәрсені өзіңізден аямаңыз. Жақсы сөздерді, өзіңізге жақсы, әдемі сөздерді, сұлу сөздерді, бақытты, берекелі сөздерді айта жүруді ұмытпаңыз. Себебі бұл сіздің өміріңіз. Сіздің өміріңіз сіздің қолыңызда екенін ұмытпаңыз. Әлемде бақыттың да, берекенің де, байлықтың да, молшылықтың да көп екенін ұмытпаңыз. Сол жақсылықтан сіз де үзіп алып қалуға тырысыңыз. Бақытты болуға тырысыңыз. Сіз бұл өмірге бақытты болу үшін келгеніңізді ұмытпаңыз еш уақытта. Өмір тек жақсылық үшін, бақыт үшін, байлық үшін. Бұл өмірге ұрпақ әкеп, ұрпағыңыздың жақсылығын көру үшін, жеткен жетістігін көру үшін. Сіздің әдемі киініп, әдемі сөйлеп, әдемі өмір сүру үшін осы өмірге келгеніңізді ұмытпай жүріңіз. Сондықтан да бұл өмірде әдемі сөйлеген адам, жақсы сөйлеген адам, сұлу да, сүйкімді, бақытты өмір сүреді. Сондықтан да мына әлемдегі әдемі сөздерді, мақтау сөздерді көптеп айта жүріңіз. Өзіңізге әдемі сұлу сөздерді аямаңыз, тілек тілеңіз. Жақсы сөйлеңіз, ешкімді қызғанбаңыз, өкпелемеңіз. Сөз қайтармауға тырысыңыз. Ең бірінші өзіңізге әлемнің бар жақсылығын тілеңіз. Тілеңіз, өзіңізге бар жақсылықты сыйлаңыз, өзіңізге сыйлық сыйлаңыз. Өзіңіз қалағаныңызды алуға тырысыңыз. Әдемілеп ресторанға барып, әдемі кино театрларға барып, жақсы спектакльдерге барып, әдемі жерлерге барып, үлкен гипермаркет, супермаркеттерге барып, қыдырып, әдемі өзіңізге ұнаған заттарды алып, ресторандарда тамақтануды әдетке айналдырып, сондай жақсы жерлерде жүруге өзіңізге сөз беріп, сондай жерлерде болуға тырысыңыз. Ұрпағыңызды да сондай әдемі жерлерде жүруге үйретіңіз. Сол кезде өз ұрпағыңыздың, балаларыңыздың, немерелеріңіздің де өмірі жақсы арнаға бұрылып, бай, қуатты, бақ-дәулетті өмір сүретініне сенімді болыңыз. Себебі әлем жақсылықты сүйеді, мақтауды сүйеді, бақытты, бақ-дәулетті сүйеді. Сонда сіз егерде жақсылықты айта жүрсеңіз, бұл әлемде сізде жарқыраған күнді, жарқыраған жақсылықты, әлемнің сұлулығын, бар бақытын, байлығын сізге де, ұрпағыңызға да сыйлайтын болады. Шынайылықпен айтыңыз, шынайылықпен сұраңыз. Сонда сіздің де өміріңізде шынайы жақсылықтар мол болады. Отбасыңызға күлімдеп, жақсылық тілей отырыңыз. Күлімдеген күндерді көптеп сыйлаңыз. Балаларыңызға жақсы сөйлеңіз, жақсы әдемі әңгімелер айтыңыз. Өміріңізде болған жақсылықты молымен айтып, жүрегіңізге сол жақсылықты ұялатыңыз. Балаларыңыздың жүрегіне де, болашағыңызға да жақсылықтың гүлін егіңіз. Жақсылығын ұялата біліңіз. Сол кезде мына әлем, маңдайыңызға жазылған тағдыр жақсы арнаға бұрылып, сізге мол бақыт, жақсылық әкеле береді, күннен күнге әкеле береді. Сіз соған сеніңіз. Өмір өшу үшін емес,
өмір өсу үшін беріледі. Сондықтан да күннен күнге, мен күннен күнге өсудемін. Мен күннен күнге кереметпін. Мен әдемімін, бақыттымын, бақдәулеттімін деген сөздерді айтуды ұмытпаңыз. Және де жақсы адамдар ол қатесіз өмір сүретін адамдар емес, қатесін түсініп түзеткен адамдар. Адам болғаннан кейін қателеседі де. Адам өмірінде әртүрлі жағдайлар болады, бірақ та өз қателігін түсініп, уақытында түзете білген адам, ол міне нағыз жақсы адам, өмірді сүре білген адам. Және де өзіңізге айта жүріңіз, менің өмірім тек жақсылықтан тұрады, ғажайыптардан тұрады. Мен ғажайыптарды өз өміріме шақырушымын. Мен балаларымның, болашақ ұрпағымның өміріне жақсылықтарды шақырушымын деп айта жүріңіз. Сіз өз балаларыңыздың өміріне жақсылық шақырған болсаңыз, ана әлемді қолымен тербетеді дейді. Әлем әйелдің қолында, бәрі өзгертетін, өсіретін сіз екенін біліңіз. Әр қашанда өз балаларыңызға жақсылықты, молшылықты, барлықты, берекелікті, өсуді бата қылып тілей отырыңыз. Қазақ халқы білген, сондықтан да өз балаларына, халықтың арасындағы қариялар, үлкен адамдар, әжелер, отбасына, халқына бата тілеп отырған. Міне батамен ел көгереді, жаңбырмен жер көгереді. Себебі адам баласы мына топырақтан жаралады деп айтады, үлкен кісілер. Мына жер анадан жаралады дейді. Сол сияқты біздің мына көзге көрінбейтін алтын жіппен байланып тұрған мына табиғатқа, жер анаға, жер шарына өміріміз сізге, сіз жер анадан, табиғаттан алатын береке мен, ғажайыптар мен, сол жақсылықпен толы болады өміріңіз. Сондықтан да жақсы айтыңыз, жақсы сөйлеңіз, әдемілікті өз өміріңізге құя беріңіз. Күннен күнге балаларыңыздың да, ұрпағыңыздың да өміріне құя беріңіз. Жақсы сөйлеңіз, берекелі болыңыз, бақытты болыңыз. Және де өзіңіз айта жүріңіз, ғұмырыма жететін байлық, бақыт, береке менде бар. Бай болам, және де бақытты боламын. Осы шақта мен баймын және бақыттымын деп айта жүріңіз. Және де сіздерге өз өмірімде көптеген маған пайдасын тигізген бір техниканы айтып кеткім келіп отыр. Енді таңда тұрғанда әр адам өзі айнаға қарайды. Сол айнаға қараған кезде өзіңізге жымиып, мен өмірге күліп қараудамын. Айнаға күліп қарасам, өмірім де маған күліп қарайды солай деп айтыңыз. Және де айнада көрініп тұрған өз бейнеңізге былай деп айтыңыз. Айнаға қарап өзіңізге айтып, мен сені жақсы көремін, қолдап, әр қашанда қорғап жүремін. Сен мықтысың, әдемісің, сұлусың, көріктісің, сыйлысың. Сондай әдемі сөздерді тағы да қосып, өзіңізге не айтқыңыз келеді, не тілегіңіз келеді, өміріңізге қандай жақсылық шақырғыңыз келеді, осы техниканы күнделікті жасап тұратын болсаңыз, сіздің өміріңіздің саласы осы жақсы жағына бұрылатын болады. Сондықтан да бақытты, бақдәулетті, бай, қуатты болыңыз деп мен бүгінгі сабағымды аяқтаймын. Сізбен болған Айжан Ісләм қызы. Сау, саламатта, кезіккенше.